Қайырлы күн. Бүгін біз көздің айналасына арналған алғашқы күндік жаттығуымызды бастаймыз. Ең алдымен көзіміздің астын осылай екі саусағымызбен басып, құлақ тұсына дейін жеткізіп, құлақтан төмен қарай түсіреміз. Бұл массаж көздің астындағы ісікті, ісінуді кетіреді. Енді екі саусағымызды көзінің екі жанына қойып, осылай домалата массаж жасаймыз. Енді көзімізді жайлап, қысып, қаттырақ ашамыз. Үшінші бізде жаттығу көзіміздің астына осылай үш саусағымызды қойып, басып, уқалаймыз. Енді дәл солай үш саусағымызды қасымыздың үш бұрышына қойып, осылай массаж жасап уқалаймыз. Төртінші бізде жаттығу саусағымызды ілгек жасап, көзіміздің астын және қасымыздың үстін самайға дейін тартып, сипалаймыз. Енді үш саусағымызбен көзіміздің астын және қасымыздың үстін осылай тез-тез саусақтарымызбен жүргіземіз. Енді екі саусағымызбен көзіміздің астындағы сүйекті осылай басамыз. Бұл жаттығу көздің шаршағанын басады.
Енді дәл солай көзімізді жұмып, көзіміздің үстіндегі сүйекті осылай басамыз. Енді үш саусағымызбен маңдайымызды осылай жоғары қарай басып уқалаймыз. Енді маңдайымызды саусағымыздың ұшымен тез-тез осылай жүргізіп шығамыз. Маңдай және көз айналасын осылай жайлап ұрғылаймыз. Енді көзіміздің астын самайға дейін жеткізіп сипалап, құлақ тұсынан және мойнынан төмен қарай түсіріп сипалаймыз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Осымен көз айналасына арналған алғашқы күндік массаж жаттығуымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сондай-ақ каналға тіркеліп, пікір қалдырып бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.